Саламатсыз ба? Амансыз ба? Гаухар әпкесіз ба? Иә. Ассалаумағалейкум. Қалайсың, Батыр? Ассалаумағалейкум. Амансыз. Демалыс күндері жаңағы терезе істеймін, былай көрем десеңіз. Бизнесіңіз бар ғой, кішігірім. Мен өзім жалпы мұғаліммін ғой. Аха. Бос көзімде осындай терезе, есік, пластик. Қай пәннен мұғалімсіз? Еңбек, көркем еңбек. Иә, көркем еңбек пәнінен. Қаттандай бір алып баратқан станок емес, ручной станоктар ғой. Қолымнан келеді ғой, мен неге өзім бір еңбектен еш құрсын деп. Қанша бала сізде негізі? 4 бала ғой, 2 бала, 2 қыз ғой. Мына жерге деген кішігірім өзімше логопед дефектолог деп ашып алдық осылай. Мына балам негізінде, мына балама осының бәрін алдық қой. 7 жаста уже сөйлемейді балам деген. Одан кейін осыларды алдық. Өзім деген жаңаға сертификат қылып оқып алдым да, осы балам үшін. Неге жұмыстанам деген жоқ, мысалы мен мына көршілерім көріп жұмыстанып атқан. Менің баламды қара деп қазір деген 2-3 бала осы жерде қараймын тіпті. Сөйлеп Өз балаңыз қалай, енді сөйлеп жатыр ма? Өзім жұмыстанған екен сөйлеп жатыр, одан алдым деген. Аты кім еді? Тұрсынбек. Бұл баланың диагнозы? Синдром Дауна. Оны қашан білдіңіздер? Негізі аяғым ауыр кезде айтты. Баламда жүрегінде 4 тесік болды. Дыхание, өскіде кислород жетпейді. Жаңа өледі деді балам, осы ақтығда бар. Мә болар. Солай айтты ма? Иә, қарамаймыз деді. Жаңа балаңыз үш болды уже. Алып кете беріңіз, инфекция етіп жатырмыз. Ешкімнен көмек сұраған жоқпыз. Кабинет алдық, ана жұмысты істедік, мына жұмысты істедік. Өзіміз тамақ жемейтінбіз, күйеуіміз екеуміз. Бір ролды алатын дейік та, екеуміз бөліп жейтін дейік. Содан кейін бір күндері аш жататын дейік. Ақшамыз Ташкентке жетпей қалады деп келген соң жемейтінді. Бәрін түсінеді екен, е? Сіздің жылап атқаныңызды сезіп тұр, е? Иә. Бұл балаңыздың сонда диагнозы қандай болды? Эпилепсия деп қойды. Эпилепсия деді. Судорогасы тоқтамай қалды ғой. Қарайған адам мен ұрыс тиіспек, ауыратын болса тапсырып жер онда деп біреулер ұрысып кетеді. Өзің баланы қалай тапсырасың? Қашан квартирада тұра береміз, өз үйіміз болса деп армандайсыз ба? Иә. Бірақ енді білеміз, баспанаға мүмкіндік болмай жатыр. Иә. Харекет қайырымдылық қоры кезекті баспанасын еңбекке құрмет акциясымен сіздерге табыстағысы келіп отыр, әпке. Вай, мама! Kelmeydi qaytaylanıp bizge Berilgen bir ahiret ömür Осынға дейін істеген еңбегіңіз ақталды. Сізге харекет қорының кезекті баспанасы берді. Құтты болсын ал. Еңбекке құрмет жобасымен акциясымен табысталды. Рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Алла. Ағамыз эмоциясын шығарды. Құтты болсын, дұрыс аға. Іштегі қуанышты шығарып тұр ағамыз. Шығарған киімдерім толып қалды, зіл болып тұрды, аяғым баса алмай тұрмын ба. Шыны сенген жоқ, мен бұлайда қазіргі самандай бір түйір нан тауы оңай емес. Бірақ үй алу деген нан деген. Басым иіп, аяқ қолып, үйіп тұр ғой. Мынандай сәтті ойлаған жоқпын мен. Шыны керек та. Gelmeydi qaytaylanıp bizge Berilgen bir ahiret ömür